оқушылар? Сабаққа белсенді қатысыңдар. Барлықтарыңа сәттілік, өздеріңді жақсы көрсетесіздер деп сенемін. Жарайсыздар, оқушылар отыра қойыңдар. Келесі біздің қатарға шығатын оқушыларымыз бүгінгі күнге сәттілік тілейді. Ол оқушылар Қарақаш, Ғабит, Дінмұхамед, Мейірхан, Диязкетпен ақылы болыңдар. Жарайсыздар, отыра қойыңдар. Оқушыларымыз бүгінгі күнге сәттілік тілеп жүрсе, Сабақта жақсы сабақтан өтіп оқыңдар. ақылды болыңдар. Жарайсыздар, отыра қойыңдар. Магнит деген тақырып өткенбіз, иә? Магниттің үш түрі бар: парамагниттер, диамагниттер және ферромагниттер. Бүгінгі сабағымызды сіздермен топқа бөлу арқылы өтеміз. Сіз қай топтасыз деген сұраққа жауап беру арқылы мына батырманы бастап, қай оқушы қай топта отыратыны анықталады. Топтан шығады, оқушылар шықсаңыздар, сіздер топтарыңызды анықтаңыздар. Қай топтасың? Қандай? Парамагниттер. Парамагниттер тобынасы, сіздерге беріледі. Қандай топтың аты беріледі? Парамагниттер тобы. Оқушылар шықса, диамагниттер тобы. Үшінші қатар бойынша бағалау, форматикті бағалау жүргізіледі. Ол 1 мен 10-ға дейінгі бағалау шкаласымен құндылықтар әдісімен жүргізіледі. Сіздерге құндылықтар негізінде жасалған мынандай домбыраның пішінінде, қобыздың пішінінде, киіз үйдің пішінінде және де Қазақстан картасы көрсетілген форматикті бағалау жүргізілетін осындай құндылықтардың көрнекілігі беріледі. Осы бағалау бойынша бүгінгі өткен тақырыптардың құрылымы барысында тапсырмаларды орындау кезінде алған бағалауларыңыз осы көрнекіліктермен жүргізіледі. Домбыраны алыңыз. Гексагон әдісі пайдаланылады. Гексагон әдісінде сіздерге магнит тақырыбы бойынша 6 сұрақ қойылады. Әр топқа 2 сұрақтан, әр сұрақ 1 балдық формативті бағалаумен жүргізіледі. Түсінікті ме? Парамагниттер тобы. Сіздерге сұрақ: магниттің қандай түрлері бар? Айнелі жауап берсінші. 3 топ болды. Парамагниттер, ферромагниттер және диамагниттер. Бағалау шкаласына 1 деп жазып қойдым өзіңізге. Отыра қойып. Парамагниттер дегеніміз не? Оңтүстік және солтүстік полюсі отыра қойып. 1 балдық шкаланы жылжытып қойып өзіңізге. Белгілеп қойып 1 балдық. Келесі топқа аттас полюстер не істейді? Әр аттас полюстер бір-біріне кезіккенде қандай әрекет жасалады? Магниттердің аттас полюстері бір-біріне келеді. Әр аттас полюстер бір-біріне магниттік деп аталады.
магнит өрісінде пайда болатын күштер магнитті күштер деп аталады. Отыра ғой. Бір балдық шкаланың жылжытып қойыңыз өзіңізге. Сәлем балалар, мына кітапта сендердің бүгінгі жаңа сабақтарың тұр екен. Өте қызықты сабақ болмақ. Сәлем балалар. Тақырыбымыз электромагниттік индукция генераторлар тақырыбы. Сіздерде кітап бойынша 217 бетте орналасқан. Барлығымыз оқу құралдарымызды ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Және тақырыпты. Электромагниттік индукция тақырыбы бойынша тақырыпта көрсетілетін видеороликке назар аударамыз барлығымыз. Электр қуатын гигаваттқа көтеретін өнеркәсіптік генераторлардан алынады. Бұл өткен айналмалы шоу машиналар 1835 жылы ашылған қарапайым жабдықтың арқасында жұмыс істейді. Ғалым Майкл Фарадей өткізгіш металдан жасалған шарты магнит өрісінде қозғалғанда, ол арқылы электр заряд өтетінін анықтаған болатын. Кинетикалық энергия электр тогына айналады. Мына кішігірім генераторда сым магнит өрісі бойымен қозғалады. Ол электр тогының контур бойымен өтуіне әсер етіп, жарық береді. Ток өндірілгенде, біз оны өткізгіш ішінде индукцияланды деп айтамыз. Ток тұйықталған контур болған жағдайда ғана индукцияланады. Ал өнеркәсіптік генераторлар жел, көмір, немесе қысым астындағы су секілді қуат көздерін пайдалану арқылы сымның үлкен катушкаларын тұрақты магнит өрісіне өткізуге қажетті күшті бере отырып, әлемді миллиардтаған киловатт энергиямен қамтамасыз етуде. Магнит өрісінің ішінде қозғалатын өткізгіш металдың қарапайым комбинациясы қазіргі қоғамымыздың қозғалтқышы болып табылады. Осыпа электромагниттік индукция заңдылығын ашқан ғалымның бүгінгі тәжірибесімен танысамыз. Видеороликке назар аударайық. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырып Фарадейдің электромагниттік индукциясы ашылу тарихына тоқталсақ. 19 ғасырдың басында физиктер электр тогының магнит өрісін тудыратынын біледі. Мұны 1820 жылы ғалымы Ханс Эстед дәлелдеді. Ал ағылшын ғалымы Майкл Фарадей келесі сұрақ қойды. Егер электр тогы магнит өрісін тудырса, онда магнит өрісі электр тогын тудыра ала ма? Осы сұраққа жауап іздеп, ол шамамен 10 жыл бойы катушкалар мен магниттерге тәжірибе жүргізді. 1831 жылы Фарадей ұлы жаңалық ашты. Өткізгіш түйіп контур арқылы өтетін магнит ағымы өзгерсе, онда контурда электр қозғаушы күш пайда болады. Ал контур түйіп болса, электр тогы жүреді. Бұл жаңалық электромагниттік индукция заңы деп аталады. Ол электр генераторларының, трансформаторлардың және жалпы электроэнергетиканың негізіне айналды. Бірінші Фарадей заңы электромагниттік индукция заңы. Кез келген тұйық контур арқылы өтетін магнит ағымы өзгерсе, онда сол контурда индукциялық электр қозғаушы күш пайда болады. Маңызды түсінік, электр қозғаушы күш әрдайым пайда бола алады. Ал ток тек контур тұйық болса ғана ағады. Негізгі 3 ой. Бірінші, токтың көзі электр қуатын алу үшін міндетті түрде батарея қажет емес. Магнит пен өткізгіштің өзара қозғалысы қажет. Негізгі шарт қозғалыс. Егер магнит жай ғана қасына қозғалмай тұрса, ток болмайды. Магниттің жақындауы, алыстауы немесе айналуы керек. Яғни магнит өзгеруі дейді. Формуласы. Электр қозғаушы күш тең минус магнит ағымының өзгерісінің уақыт бойынша туындысы. Мұндағы Е әрпі индукция, электр қозғаушы күш, вольт, фи әрпі магнит ағымы, вектормен өлшенеді. Т уақыт,
магнит ағынының өзгерісіне қарсы бағытталады. Екінші Фарадей заңы. Екінші заң бірінші заңды кеңейтеді және катушкаға қатысты айтылады. Катушкадағы индукция электр қозғаушы күш орам санына тура пропорционал. Яғни орам неғұрлым көп болса, кернеу соғұрлым жоғары болады. Формула: электр қозғаушы күш тең минус n көбейтілген магнит ағынының уақыт бойынша өзгерісі. Мұндағы n орам саны болып есептеледі. Негізгі формула: n орам кішкентай генератор сияқты жұмыс істейді. Орамдар саны көбейсе, олардың әсері қосылады. Сондықтан электр энергиясын алыс қашықтыққа беру үшін трансформаторларда мыңдаған орам қолданылады. Практикалық маңызы: Фарадей заңы мына құрылғылардың жұмыс істеу негізі болып табылады. Электр генераторлары, трансформаторлар, электр станциялары, жел, су және бу турбиналар, қорытындылар келеседі. Фарадейдің ашқан заңы қазіргі электр энергетикасының іргетасы. Ол бізге бір маңызды шындықты үйретті. Энергия тек отыннан емес, қозғалыс пен табиғи күштердің өзара әрекетінен де алынады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған түргенов Рысбек. Пайымдау барысында топтық жұмыс ұйымдастырамыз. Сіздерге тапсырма, шығармашылық тапсырма. Бірінші топ Майкл Фарадейдің өмірі туралы айтасыздар. Екінші топ Қазақстан Республикасының электростанциялары туралы айтасыздар. Сіздер индукциялық генераторларда техникада пайдалану тақырыбы бойынша ферромагниттер сіздер барлығымыз постер құрап, сол постерді қорғаймыз. Бұл постердің формативті бағалауы 3 балл. Жарай ма? Ал постерді бастайық. Сіздер жасанды интеллекттің ішінде ChatGPT программасын пайдалана отырып, осы тақырыптар бойынша ізденіс жұмыстарын ақ қағаздың бетіне түсірсеңіздер болады. Сіздерге берілетін уақыт 2 минут уақыт. ізденіс ба? Ізденіс жұмысы ChatGPT программасын пайдалана отырып, әр топ өзіне берілген тақырыпты іздеп, ақ қағаздың бетіне түсіреміз, постер жасаймыз. Бұл постерге берілетін уақыт 2 минут. Барлық қатысушылар атсалысамыз. Диамагнитке берілген тақырыбы Қазақстан Республикасының электростанциялары туралы мәлімет беру керек екен. Екінші топта шығады, ең ақпен қарақат шықсын. Мысалы, бұл электр станциясы ЖКС ГРЭС Қазақстанның электр станциялары көбінесе көмір мен су электр станциясымен жұмыс жасайды. Оларға мысалы Екібастұз, Ақсу, Жаңаөзен, Қарағанды деген сияқты жерлер жасайды. Жарайсыздар, отыра қойыңдар. Бойынша ферромагниттер тобынан жетекшілер шықса, сіздерге берілген тақырып Майкл Фарадейдің өмірі. Сіздер кім шығады? Аймерей мен Гүлден шықсын. Майкл Фарадей 1791 жылы дүниеге келіп, 1830 жылы дүниеде озған болатын. Ол ағылшын физигі, электромагнит өрісі туралы ілімнің негізгі қалаушысы. Электр мен магнетизмнің дамуына шешуші үлес қосты. Ол осы бір индукцияны ашып, электр генераторлар мен моторлардың жұмысты тез қылады. Сонымен бірге электрогенераторларын ашып, жаңа ашқанда үлкен үлестер болды. Жарайсыздар, отыра қойыңдар. 3 балл ферромагниттер тобына бүгінгі топтық жұмыста 3 баллмен бағаланады. Сіздерге сабақты түсіндіру барысында сіздерден кері рефлексия аламыз. Бұл жерде барлығын түсіндім, бірнеше сұрағым бар және сабақты түсінбедім деген жауаптарды шаңдасаңыздар болады. Бірінші топ бойынша кім шығады? Кері рефлексияға. Мен барлығын түсіндім. Барлығын түсіндім дейді. Апелесін қарақат шықсын. Барлығын түсіндім дейді.
Келесі рефлексия кім шығар? Барлығын түсіндім, жарайсыз ба? Кел, Ислам, сіз қай жауапты таңдайсыз? Барлығын түсіндім, 4 оқушы. Келесі, Аймери. Аймери барлығын түсіндім деген жауап. Отыра ғой. Гүлден кел. Гүлден қай жауапты таңдайды екен? Мен де барлығын түсіндім. Гүлден де барлығын түсіндім. Келесі, Дінмұхамед, сіз қай жауапты таңдайсыз? Барлығын түсіндім дейді. Келесі, Елназ кел. Елназ да барлығын түсінді бүгін тақырып бойынша. Келіңдер, Жансая. Жансая да бүгін кел рефлексиясы барлығын түсіндім деген жауап. Диалогистер тобы барлығын түсіндіңіздер ме? Бірнеше сұрақтарыңыз бар ма? Сабақты түсінбедіңіздер ме? Келіп, ұяшықта таңдасаңыздар. Барлығын түсіндім дейді. Кел, Абылайхан. Абылайхан да барлығын түсіндім. Барлығын түсіндім ер асында. Зияз. Барлығын түсіндім. Мен де барлығын түсіндім. О, жарайсыздар балалар. 36-шы параграф электроиндукциялық генераторлар тақырыбы бойынша үй тапсырмасы. Тақырыпты оқисыздар, видео сабақты қарайсыздар, оқулық соңындағы бақылау сұрақтарға жауап бересіздер. Тұтма? Күнделікті платформасы арқылы бағалау жүргізіледі. Бүгінгі сабақта кім қандай баға алды, ұлттық құндылықтарымызды жоғары көтерсек. Дінмұхамед, сіздің қай бал болды? Қанша бал болды? 8 бал ма? 8 бал. Ерасыл. Ислам. 9 бал. Абылайхан. 8 бал. 8 бал. Ғабит. 9 бал. 10 бал. Алдына қарашы сен. Аймери. 10 бал. 8. 10. Аймери 10 бал. Қарақат 8. Қарақат 10 бал. Толағай 8. Толағай 8 бал. Аяру 10. Аяру 10 бал. Жансая 9 бал. Электромагниттік индукция тақырыбы бойынша сабағымыз аяқталды.